Дәл осы пиаладан өте дәмді кекс дайындадым. Аз ғана уақытта және ең бастысы үйдегі бар заттардан дайындалады. Қалай екенін көргіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыз. 250 грамм айранға 1,5 чайный ложка разрыхлителді салып араластырып қоямыз. Басқа бір ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып алып, үстіне 200 грамм шекер салып, оны да жақсылап араластырамыз. Кішкене көпіршіп, іскен айранымызды қосып, біркелкі етіп араластырып алып, үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды бірінші барлығын бірдей емес, жайлап салып араластырып қоса отырыңыздар. Және де үстіне сұйық май құятын боламыз. Сұйық май 125 грамм. Араластырып алып, әдемі қамыр дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жылтырақ әдемі қамыр дайын болады. Пиалалардың барлығын астын майлап аламыз. Азғантай ғана көп қып шылқып майлап жемеңіздер. Әр пиалаға 2 қасық, 2,5 ас қасықтан тесто салып, 180 градусқа 40-45 минутқа қойып пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай оңай алынады, жабысып қалмайды және жұп-жұмсақ кекстер дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып